Әлем чемпионатының нағыз қызған шағы басталды. Кеше 2-1-де көпшілік күтпеген нәтиже тіркеліп, Германия мен Голландия құрамалары турнирмен ерте қош айтысты. Бүгінгі шығарылымда біз кешегі болған матчтарға кішігірім талдау жасап, масқара болып отырған неміс ойыншыларының не айтқандарын назарларыңызға ұсынамыз. Видео басталмай тұрып, қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызда қолдап тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Олай болса, бастадық. Көпшілік негізіне Голландия құрамасын біраз жерге барады ау деп күткен болатын. Тіпті кейбіреулері оларды турнирді жеңуге басты үміткерлердің бірі деп те санады. Алайда олар алғашқы сыннан-ақ Мароккоға есе жіберіп, жарысты ерте аяқтады. Сенсация деп жатқан шығарсыздар. Жоқ, олай емес. Марокконың тәп-тәуір құрама екендігін топтық кезеңнен бірден байқадық. Ешқандай да көріпкел немесе білгіш емеспін. Дегенмен алдыңғы видеода мен Марокко Нидерландиядан өте алады деп болжадым. Қателеспеген екенмін. Айтпақшы да кешегі видеода мен турнир фавориттері жайында видео шығардым. Көруге кеңес беремін, сілтемесі төменде болады. Ойынның негізгі және қосымша экстра таймдары 1-1 есебімен тең аяқталып, пенальти сериясында Мароккандық ұжым 3-2 есебімен басым түсті. Осылайша олар келесі кезеңге жолдамалды. Мұна бетімен Марокко меніңше ұзаққа барады. Матчтан кейін Голландия құрамасының капитаны Ван Дейк былай деп пікір білдірді. Бұл футболшы үшін ең ауыр сәт. Қазір бірдеңені талдап айту қиын. Матч шиеленіске толы болды. Өкінішке орай біз жарыстан ұшып кеттік. Бәрі жақсы ойдағыдай болып келе жатқанда еді. Әрине бұдан да жақсырақ ойнай алар едік. Бірақ дегенмен қазіргі талқылаулардан ешқандай да пайда жоқ. Біз пенальтиді соншалықты көп жаттықтырған едік. Бірақ бәрібір де жеңіліп қалдық. Қазір менің жалғыз міндетім жігіттердің қасында болып, оларға қолдау көрсету. Нағыз масқараның көкесі келесі матчта болды. Көпшілік алысқа шабады деп күткен құрамалардың бірі Германия Парагвайдан өте алмай үйлеріне қайтты. Немістер 2014 жылы әлем кубогын жеңіп алғалы бері осымен талай уақыт өтті. Алайда олар әлі күнге дейін масқарадан арыла алатын емес. Парагвайлықтар 42-ші минутта есеп ашып, 54-ші минутта Хаверц есепті теңестірді. Қалған ойын бөлігінде немістер қарсылас қақпасына гол соға алмай, пенальти сериясы орын алып, бұл сайыста парагвайлықтар 4-3 есебімен басым түсіп, Германия құрамасын турнирмен қош айтыстырды. Сенсация деп болсын айт. Мұна ойындармен немістердің келесі кезеңге өтпегені де бір жағынан дұрыс болған сияқты. Француздармен жолыққанда не болар еді, оны елестетудің өзі қиын. Осылайша Германия футболшылары үлкен сынның астында қалды. Матч соңында неміс футболшыларынан бөлек аңыз бапкер Юрген Клоп та мұңлы күйде сұхбат берді. Тыңдап көрейік. Мен бала кезімде Германия құрамасының ойындарын қарағанымда ол әрқашанда жартылай финал немесе финал матчтары болатын. Бізде сол сезімді балаларға, адамдарға және қазіргі ұрпаққа сыйлағымыз келген, бірақ та қолымыздан келмеді. Көптеген жақсы істер жасап жатқан және мақтан тұтарлық нәрселері көп Германия үшін осылай болып қалғаны одан бетер ауыр тиеді. Өкінішке орай құрамамыз деңгейге сай емес және бәрімізде сол үшін жауапкершілік аламыз. Бар жауапкершілікті өз мойнымызға аламыз, одан ешкім қашып құтыла алмайды. Біз өз кінәмізді мойындауымыз қажет, өйткені алаңда болған тек біз ғана. Бапкер де, төреші де, қарсылас та кінәлі емес. Бұл тек біздің кінәміз. Ойынды жеңіспен аяқтаудың 500 мың тәсілі болады, соның біреуі де табылмады. Біздің бір ғана арманымыз бар еді, ол күл-талқан болды. Бұл ауыр. Біз тиісті деңгейде ойнай алмадық. Германия құрамасы жеткілікті деңгейде қауіпті сәттер жасай алмады. Флангтармен шабуылдау керек еді. Біз бәріміз бұл жігіттердің қаншалықты жақсы ойнай алатынын білеміз, бірақ олар мұны алаңда көрсете алмады. 3 айдан кейін біз Флориан Виртс пен Джамал Мусиалалардың ойындарын қарап, олардың қандай керемет ойындарына тамсанамыз. Бірақ соның дәл бүгін болмай қалғаны қынжылтады. Бізге қалай да бір өзгеріс керек. 10 жасқа дейінгі командадан бастап, нәтижесінің қандай болатынын көру үшін қаншама жыл бойы күтуден басқа амал жоқ. Сондай-ақ Клоп Германия құрамасын өзі баптауы туралы сұраққа жауап беріп өтті. Мен бұл туралы әлі ойланған жоқпын. Қазір менің есімімнің аталып жатқанын түсінемін, бірақ дәл қазір бұл туралы айтатын уақыт емес. Турнирдің басынан ұшып кету неміс футболы үшін қабылданбайтын нәрсе. Біз осымен 3-ші рет қатарынан әлем чемпионатынан ұшып отырмыз. Сондықтан бұдан бұлай біз бірінші деңгейлі үздік құрамалардың қатарына жатпаймыз. Мен қапалы күйдемін. Дегенмен жұмысты жалғастырғым келеді. Егер Германия футбол федерациясы дәл мұны қаласа, мен дайынмын. Егер олар мұны қаламаса, маған ашық айтулары керек. Мен жауапкершіліктен қашатындардың қатарынан емеспін. Олай болуы мүмкін емес.
Кеше Германия құрамасының аңыз қақпашысы Мануэль Нойер әлем чемпионатындағы өзінің ең соңғы матчын өткізді. Өкінішке орай ол үшін бұл турнир өте сәтсіз аяқталды. Осылай болып аяқталғаны өте ауыр. Іштей күйінудемін. Дегенмен мұндай қарсыласқа қарсы матчта гол соғатындай көптеген мүмкіндіктер жасауға тиіссің. Біз жеткілікті әрекет жасай алмадық. Қолымнан келгеннің барын аямадым. Ал Бразилия құрамасы болса Жапонияны соңғы минуттарда жеңіп, әлем чемпионатының 8-1 финалдық кезеңіне жолдама алды. Кездесудің 29 минутында жапондықтар есеп ашып, Карло Анчелоттиді тығырыққа тіреді. Азиялық құраманың тіпті сенсация жасап кетуі де мүмкін еді. Алайда матчтың соңғы бөлігінде бразилиялықтар камбэк жасады. Екінші таймда Казимиро таразы басын теңестірсе, соңғы минуттарда Габриэль Мартинелли жеңіс голын соғып, Бразилияны келесі кезеңге алып шықты. Кешегі матчтар жайында, Германияның ұятты жеңілісі жайында не айтасыздар? Бразилия ұзаққа бара ала ма? Қандай нәтиже сіздерді қатты таңғалдырды? Міндетті түрде пікірге өз ойларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал бүгінге осы. Келесіде кездескенше аман болайық.